ағайындар, қазақтар, немқайыл болмаңыздар. Біз өзіміздің тілімізді қорғамасақ, біздің ешкім қорғамайды. Біз айтып атқан жоқпыз. Барлық жерде қазақ тілінде сөйледі. Мемлекеттік қызметкер, қоғамдық жерде қызмет көрсету орнында, депутат, министр, әкім, президент болсын, барлығы тек қана мемлекеттік тілде, қазақ тілінде сөйлеу керек және қазақ тілінде жауап беру керек. Үйінде ол Африканың тайпасын тілінде сөйлей ма, моңғолша сөйлей ма, қытайша сөйлей ма, ол өздері біледі. Бірақ қазақша сұрақ қойылған кезде қазақ тілінде жауап беруге міндетті. Міне. Сондықтан аралас мектептерін ашуға мүлдем жол беруге болмайды. Бұл аралас мектептерін ашу, бұл ұлтты жою. Мен солай қалды. Бұл оккупация. Ресейдің, КСР-ның бұрынғы оккупациялық саясатын жалғастыру. Бұндай әлемде ешқай жерде жоқ. Өз елінде жүріп, өз тілінде мектеп ашу үшін мынандай проблема міне. Бір жылдан асып баратыр міне. Мына әкімдікке келгенімізге 4-ші рет болды міне. Апта сайын келіп жатырмыз. 21-ші ақпанда бастағанбыз, 21-і келдік. 28-і келдік. 7-ші наурызда келдік. 14-ші наурызда келіп тұрмыз міне. Тағы да келеміз. Біз шаршамаймыз. Бізді қорқытпасын ондай. Ана хабарласып, прокуратурадан хабарласып, біз өйткені әр қазақ өзіне сұрақ қою керек. Біз тәуелсіздікті не үшін алдық, кімнен алдық және қалай алдық міне. Тәуелсіздік алдың өзінің құны қандай болды міне. 86-шы жылы біздің бауырларымыз, аға әпкелеріміз не үшін 86-шы жылы, не үшін таяқ жеді Алматыда мысалы. Осы тәуелсіздік үшін, осы тіліміз үшін таяқ жеді. Тіліміз үшін, осы тәуелсіздігіміз үшін жандарын берді. Бізге сол тәуелсіздік аманат ары қарай қалай алып кетеміз, ол өзімізге байланысты. Бізге байланысқа шығыңыздар. WhatsApp нөмір 8701 624 0999. Қазақ тілін қолдайық. Аралас мектептерге жол жоқ. Біз ол жол бермейміз. Халық болып әрекет жасайық аралас мектептің бәріне. Ал Қазақстанда тұратын диаспора өкілдері, олар міндетсінбесін. Біз қазақ емеспіз деп. Олар бізге міндет қылмасын. Қазақстан көп ұлтты мемлекет емес. Қазақстан мың ұлтты мемлекет. 70%-дан асамы қазақ ұлты, қалғандары диаспора өкілдері. Оларға өзге өкілдері деп сөйлемейміз. Диаспора деп айту керек. Диаспора. Дұрыс қой, диаспора. Олардың өздерінің отаны бар. Тарихи. Олар көшіп келген мына жерге бір 50 жылдың, 100 жылдың ар жақ бер жағында мысалы. Диаспора өкілдері өздерінің тағдырын, өмірін Қазақстанмен, қазақ елмен, қазақ ұлтымен байланыстырса, балаларын қазақ мектебіне берсін. Біз олардың баласын қазақ мектебіне бермесін деп айтып бөлініп атқан жоқпыз. Неге? Қазақ, ұйғыр, орыстың баласы бір сыныпта неге отырмасқа? Неге бір айранда үйісіп отырмасқа? Дұрыс па аға? Бұлар бір несе болса, ойбай диаспора, ұлт өкілдері, ойбай өзге ұлт өкілдері дейді да, ал қазақ мүддесі дегенде үндемейді. Қазақ мүддесі қандай болу керек? Балабақша қазақ тілінде болу керек, 100%. Мектептер қазақша болу керек. Аралас мектеп дегенге жол бермеу керекпіз. Аралас мектеп ол қазақ тілінің жауы, қазақ ұлтын жою. Міне. Дұрыс, өте дұрыс айтасыз. Міне құрметті қазақ елі, бүкіл халық болып атсалысайық осыған.